Бұл сабағымыз квадрат тақырыбына арналады. Квадрат деп барлық қабырғалары тең болатын тік төртбұрышты айтамыз. Яғни барлық қабырғалар тең болады, төрт қабырғасы да, және де бұлар 90 градус бұрыш жасап қиылысады. Одан кейін диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді, және бұлар да тік бұрыш жасап қиылысады. Периметрін табу үшін қабырғасын төртке көбейтеміз. Ауданын табу үшін қабырғасын квадраттаймыз, болмаса мына диагоналын квадраттап екіге бөлеміз. Ал диагоналын табу үшін қабырғасын түбірасты екіге көбейтеміз. Енді есептерге тоқталайық. Бірінші есеп: квадраттың қабырғасы 8 см болса, диагоналын тап дейді. Онда диагонал тең болады, қабырғасына түбірасты екіні көбейтеміз. Яғни 8 түбірастында 2 болады. Диагоналы осыған тең. Екінші есеп: квадраттың диагоналы 6 см болса, ауданын тап дейді. Яғни ауданын табу үшін аудандардың диагоналға қатысты формуласын қолданамыз. Онда d квадрат бөлінген 2-ге тең болады ауданы. Сонда 6-ның квадраты 36, 12-ге бөлеміз. 18. Яғни ауданы 18 см квадрат болады. Үшінші есеп: ABCD квадратының AB қабырғасынан М нүктесі алынған. СМ 25 см, ал диагоналы 20 түбірасты 2 см болса, МАны табыңыз дейді. Яғни ABCD квадраты берілген дейді. Осы AB қабырғасынан қандай да бір жерінен М нүктесі алынған дейді. Сонда мына СМ 25 см дейді. Ал диагоналы 20 түбірасты 2-ге тең дейді. Бізге МАны табыңыз дейді. МАны табу үшін мына AB деген қабырғасынан ВМді алып тастаймыз. Ал бізде қазір мына екеуі де белгісіз, осыларды енді табуымыз керек. AB дегеніміз қабырғасы. Қабырғасын табу үшін бізде мына диагонал беріліп тұр. Сондықтан біз былай істейміз: қабырғасы тең болады, диагоналы бөлінген түбірасты 2-ге. Яғни 20 түбірасты 2-ні түбірасты 2-ге бөлеміз. Сонда 20 болады. Яғни бұның қабырғасы 20 деген сөз. AB бізде 20-ға тең болды. Енді ВМді табуымыз керек. ВМді табу үшін мына жерде тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан Пифагор теоремасын пайдаланып тауып аламыз. Сонда ВМ тең болады. Түбірастында 25-тің квадраты 625, азайтылған 20-ның квадраты ол 400. Бұл 225 болады түбірастында. Бұдан 15 шығады. Сонда бізде ВМ 15-ке тең екені белгілі болды. МАны табу үшін 20-дан 15-ті азайтамыз. 5. Яғни жауабы 5 болады. Төртінші есеп: қабырғасы 8 см-ге тең болатын квадратқа іштей сызылған шеңбердің ұзындығын табыңыз дейді. Алдымен шеңбердің ұзындығын табу формуласын жазып алайық. Ол 2π r-ға тең. R деп отқанымыз іштей сызылған шеңбердің радиусы. Ал бізге бұл квадраттың қабырғасы 8-ге тең дейді. Ал оның іштей сызылған шеңбердің радиусы осы қабырғаның жартысына тең. Яғни 8 бөлінген 2-ге тең. Енді осы 4-ті радиустың орнына қоя саламыз. 2π көбейтілген 4. 8π. Яғни мына шеңбердің ұзындығы 8π-ға тең. Бесінші есеп: боялған бөліктің ауданын табыңыз дейді. Яғни мына боялған бөліктердің ауданын табу керек. Бұның ауданын табу үшін S деп жазайық, боялған бөліктің ауданын. Бұны табу үшін жалпы мына квадраттың ауданынан мына іштей сызылған шеңбермен қоршалған дөңгелектің ауданын алып тастаймыз. Сонда мына қалған бөліктер осы боялған бөліктің ауданы.
Енді квадраттың ауданын табатын болсақ, ол 12-нің квадраты 144-ке тең. Ал дөңгелектің ауданын табу үшін бізге радиус керек. Радиус ол іштей сызылған шеңбердің радиусы квадраттың жартысына тең. Квадраттың қабырғасының жартысына тең. Яғни 12-нің жартысы 6-ға тең. Сонда 6-нің квадраты 36 пи болады аудан. Дөңгелектің аудан. Жазамыз 144 азайтылған 36 пи. Яғни мына боялған бөліктердің ауданы 144 азайтылған 36 пиге тең.